шындығында баланың мінез құлқын, бейімін танымақтық бұл үлкен іс. Бұл баланың жалпы келешектегі бақыт бағдарын анықтамаққа керек. Біз бұны қазір туғаннан көз алдында өсіп күнде көріп жүрген ата-анаға емес, мұғаліміне немесе өмір көрмеген танымайтын психолог дейтін мамандарға тапсырып қойып қойдық, басы бүтін. Әрине олардың кеңесі керек емес деген сөз жоқ, бірақ дегенмен оны әкесі мен шешесіндей кім таниды? Оған әкесі мен шешесіндей кімнің балаға жаны ашымақ? Баланың қандай күйде жүргенін психолог білетіндей көреміз. Осы рас қой, осы нәрсе. Рас. Сыншы деген сындау емес, тану екендігі түсінікті. Баланың бейімін танымасаң, мына музыкаға бейім баланы спортқа, оқуға бейім баланы әнге әуес қылмаққа қинап, оның әуелде қызыққан дүниесіне ұмтылысын мұхалфы болатынымыз болады. Барлық бала оқуға бейім бола бермейді. Біреу шарбаға бейім болады, ол да керек қоғамға, біреу басқаға бейім болады. Кеңес кезінің өзінде сондай бейіміне қарай кейбір жігіттер шаруашылық басқаруға, малдың айналасына жіберсе, кейбірін университетке түсіп, әрі қарай ғылым жолына ізденуге бейім деп сондай жағдайлар жасалған.